Достар, сәлем, сіздермен бірге Айсұлу. Бүгін мен үй жағдайында кеспе дайындаймын. Бұл кеспені бір рет дайындап көргеннен кейін дүкеннің кеспесін алғыңыз келмей қалады. Кеспені дайындау үшін бізге бір жұмыртқа, үй температурасындағы жарты стакан су, ұн және бір қасық тұз керек. Тұзымызды суға ертіп алып, ұнның үстіне салып, жақсылап, қаттылап, илеп қамыр жасаймыз. Басында кішкене ұнмен бастап, кейіннен керегінше ұнды қосып отырып, қатты қамыр илейміз. Қамырымызды кейін 15-20 минутқа тындырып бетін жауып қоямыз. Он 15 минут уақыт өткеннен кейін қамырымызды тағы да бір илеп, бетін жауып тағы да 10-15 минутқа қоямыз. Мінекей әбден тыныққан нанымыз осындай жұмсақ және жылтырақ болып шығады. Енді оны алып, ұн қоса отырып, жақсылап үлкен қылып жаямыз. Мінекей менде осындай үлкен қамыр жайып шықты. Енді осы күйінше 10-15 минутқа кептіріп қоямыз. Енді осы жаймамызды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Кейін олардың арасына ұн жағып отырып, өзіміз қалағанша кеспенің көлемін жасап турап аламыз. Мен осылай ұзын-ұзын жіңішке кеспелер жасадым. Міне осылайша кеспелерде дайын болып қалды. Енді бұларды сорпамызға салып пайдалана беруге болады. Достар, менің видеоларым ұнаса, лайк басып, комментарий жазып және достарыңызға таратыңыздар. Рахмет!